сәлеметсіздер ме? Түнгі хикаялар каналының көрермендері, сүйесің жүрек күйесің, екінші бөлім. Ақжан мен Бекен бала кезден бірге өсіп, өмірдің қызығы мен шыжығын бірге кешіп келе жатқан нағыз достар еді. Ақжанның әлі есінде. Ол кезде жастары 3-4 шамасында, тәтесінің арқасынан түспейтін, күніне дүкеннен бір вафли алып жемесе, көңілі көншімейтін, өзінен басқа үйдегі үлкен-кішіні менсінбейтін, тәтесінің еркесі, атасының ақымағы болып алшиып жүрген кезі. Екеуінің де үйдің төресі, көңілдердің шұғыласы болып жүрген, қазақи ұғымдағы балаңды 5-ке дейін патшадай күт, 5-тен 15-ке дейін құлша жұмса, 15-тен кейін өзіңе жолдас тұт деген қағиданың патша дәуреніндегі шат күндері. Ақжан ұйқыдан тұра сала, айран сүтін сіміре сала, ойынға Бекендердікіне тартушы еді. Бекен де тамақ ішу деген шаруасын тындыра сала, әлі келе қоймаса Ақжанның үйіне бет түзейтін. Бірін-бірі көрген жерден күлісіп, құшақтасып қойып, өмірі бітпейтін тірліктеріне кірісетін. Үй салу, мәшине жасау, жүк тасу, асық ойнау. Кейде көк шыбықтардың ішінен таңдап алған аттарына мініп, бақ көше қайдасың деп бір жерде желіп, бір жерде шауып жарысып, қамшыларын сілтеп әнге басушы еді-ау. Бір қолдарымен құшақтасып тұрып, бос қолдарын сермеп, шырқап келе жатып, ауыл аяғындағы бейіт көріне қалса, үлкендердің бейітке қарай қолды шошайтуға болмайды, қорымның жанында айқайлауға болмайды, жаман болады деген ескертулері естеріне түсіп отыра қалатын. Ауыздарын баса қалып, күлкілерін тыйып, қабақтарын түйіп, саусақтарын тістеп табандарына басатын. Бұл отырыстары да ұзаққа созылмайтын. Бір-біріне жымыңдай қарап біраз отыратында, бір кезде атып тұрып қайта жарыса жөнелетін. Татулықтың арты кейде талас, кейде төбелеске ұласатын. Ондайда бұртиып теріс қарап отырып, ақыры шыдай алмай бір-біріне ұрлана қарасып, көздері ұшыраса салысымен қайта күлісіп қоя беретін. Қарындары ашса, кейде ана үйден, кейде мына үйден, жұптарын жазбастан барып ас ішіп қайтатын. Кейде қалжырап отырған жерлерінде ұйықтап кетсе, сол үйде түнемеге қалып қалатын. Өйткені олардың татулығын, әдеттерін жақсы білетін үлкендер екі батырды сырттарынан сұрастырып, бопты десіп алаңсыз жүретұғын. Өстіп жүріп мектепке де бірге барды. Бір партаға қатар отырды екеуі. Ертегіні елітіп еститін, телевизорды жібермей көретін, ата-апаларының жанынан қалмай қонаққа барғыш, айтылған әңгімелерді аңқиып тыңдағыш екеуі сабақты да бала көңілдің бар құштарымен беріле оқыды. Ақжан сәл алғырлау болып шықты. Бұған Бекен өзі озып шыққандай шаттанып, масаттанып, басқаларға досы арқылы қоразданып жүретін. Сыныптастарының арасынан бірден ұнатып, өздеріне дос қылып алғандары күлімдеп тұратын. Қағылез, шүр құлақ, сары бақберді мен денесі ірі болғанымен, сөзі де өзі де жұмсақ, басы сәл үлкендеу көрінген бұйрабас дәу қара Біржан. Төртеуі бірігіп 4 ноян болды. Бекен Д'Артаньян, Ақжан Атос, Біржан Портос, ал Бақберді Арамис.
Балалық тазалықтың сыңары емес пе? Төртеуі жақсы болуға тырысатын, мәселен, өзара мынаған келіскен. Кімде-кім жаман сөз айтып қалса, оны жанындағы адам еш ескертпестен қолынан немесе санынан ұруға хақылы, және оған ренжуге болмайды. Төрт батыр Балдәуреннің балалық махаббат атты балын да қатар ішті. Ең қызығы, Ақжан мен Бекен бір қызға ғашық болып қалып, бір-бірінің беттеріне қарай алмай көп жүрді. Бақберді марқұм араға түсіп, төре қазы болып, бұл мәселені де шешіп берген еді-ау. Ой, Дәурен-ай! Иә, Бақберді марқұм болған еді. 8-ші сыныпты бітіргеннен кейін Ақжан Алматыға оқуға барып, құрылыс техникумына түсіп қайтқан. Қалған 3 ноян 10 жылдықты бітіріп, бірақ баратын болып шешкен. Сол жазда тауда қой бағып, үй ішіне көмектесіп жүрген кезінде Бақбердіге найзағай түсіп қайтыс болды да, ата-анасын, ағайын туысын аңыратып, сыныптастарын, әсіресе 3 досын үлкен ойға, терең қайғыға салып кете барды Бақиға. Адам баласы қызық қой, өлімнің бар екенін білсе де, қашан келіп, ол шіркін бір жақынын, жан сүйерін алғанша, өзіне қатысы жоқтай, тіпті өзі де өлмейтіндей жүре береді. Үлкендердің қайтуы, солай болуы тиіс заңдылық секілді, ал жас адамның ажал құшуы осы заңдылықтың бұзылуы, әділетсіздік секілді болып көрініп, бойыңды бір мұздатып өткенімен, ол өлім жақыныңа, жаныңды қозғар жақыныңа қатысы болмаған соң, бәрібір болуға тиіс бұлыңғыр оқиға болып өте шығар еді алыстан. Бақбердінің қайтыс болуы және жай емес, ерекше, бұрын естіп көрмеген түрде қайтуы достарды қатты ойландырып тастады. Марқұмды жерлеп қайтқан соң, күні бойғы көрсеткен қызметтен емес, еңселерін басқан қамырық қайғыдан қалжыраған достар ұзақ сырласқан сол күні. Ажал деген тым жақын екен-ау. Қысықтау келген қой көзі жасқа толған Бекен сөз бастаған. Айтпа, Бекебас, мен әлі сенбей тұрмын, деп Біржан да көзін жерден алмастан терең күрсінді. Мен бұны алдыңғы жылы атам қайтқанда түсініп қалып ем, деді Ақжан да өксікті үнмен. Ол әкесін ата дейтін. Бәрінен бұрын Сағира тәтеге қиын болды-ау. Жылаған дауысы құлағымда әлі тұр. Көмейіне өсік тығылған Бекеннің дауысы дірілдей шыққан. Апашы, апа, қалай өксіді, Нұрбақыт ағаның үнсіз өлгілгені тіпті аянышты екен. Қабағын түйіп алған Біржанның жанары сулана берді. Бақытжан аға ше, жал құйрығым-ау, жанымда жүрсең болмас па еді, дегенде ішім езіліп кетті ғой, о Құдай-ай. Ақжанның да көзінен жас шығып кеткенді. Кімге оңай дейсің? Бақаштың бетін жауып жатқанда кірпіш қалаған кезін айтам. Жүрегімнің дірілдеген-ай, неткен қорқынышты. Бәріміз өстіп бір күн болмаса бір күні өлеміз. Ойласам есім шығады, деген Біржан достарына алма кезек қарап өтті. Иә, қорқынышты. Мен бар ғой, осы уақытқа дейін бәрімізді де, мені, сені, Ақайды, мамамды, папамды, бәрімізді қабірдің күтіп тұрғанын, бәріміздің де өлетінімізді ойламағаныма таңғалам. Ойладық қой, бірақ осылай боларын терең ойламағаныма, осы бүгінгідей анық сезінбегеніме таңғалам. Бекен басын шайқап қабағын түйе түсті. Шынымен де не деген қорқынышты. Мектепте оқытқандай қайтыс болған соң бәрі бітсе, ештеңе қалмаса, онда қиын ғой. Ал егер аталар айтып жүргендей, одан кейін де өмір бар болса, онда жеңіл болар еді. Қызық. Осылай деген Ақжан аспанға қарап қойып, ойға шомып кетті. Мен де өздерің айтқандай жөндеп ойланбаппын осы жайлы, деген Біржан достарына жағалай көз салды. Сонда деймін да, өлген соң не болады екені? Нағашы адам өлмейді, жоғалмайды. Қайтыс болған адамның жаны әруақтар әлеміне барады. Кейін адам баласының бәрін Құдай қайта тірілтеді дейтін. Мен өзім адамнан ештеңе қалмайды дегенге сенбеймін.
деді Бекен қоңырқай жүзі қызара түсіп. Менің де сенгім келмейді. Әйтпесе қандай қорқынышты, қандай қиын, деді Ақжан. Өздерің ойлаңдаршы, егер адамда жан жоқ болса, өлген соң шіріп бәрі жоқ болып кетсе, әке-шешеміз де, Бақашпен де, тіпті бір-бірімізбен де мәңгі бақи кездеспейміз, көріспейміз деген сөз ғой. Жоқ, менің бұған сенгім келмейді. Құдай бар болу керек. Сонда оның Құдайдың деген Біржанның қара торы жүзі лып етіп қызарып, үрейлене аспанға қарап қойды. Бар немесе жоқ екенін қайдан білеміз, а? Білмеймін ғой, Бікай. Басы ауырмағанның Құдаймен ісі жоқ деуші еді. Сол жайлы терең ойланбаған екем. Мектепте айтылған сөз анау, аталардың сөзі мынау. Білмеймін, деді Ақжан ойланған қалпы. Маған бар сияқты, Ақай, Бікай, деп достарын өзіне қаратып алған Бекен жігерлене сөйледі. Валя тәтейдің құрыш қалай шынықты әңгімесіндегі жігіттің сөзін оқып бергені естеріңде ме? Өмірді өкінбейтіндей қылып сүру керек демеп пе есті сонда? Ендеше бар ғой, Құдай бар болсын, жоқ болсын, бәрі бір өмірді өкінбейтіндей қылып сүруге тырысу керек деп ойлаймын. Бақашты ұмытпайық. Үлкендер айтпақшы, топырағы торқа, иманы жолдас болсын. Әумин, әумин, әумин. Беттерін сипаған үш дос бұдан кейін де ұзақ сырласқан. Балалық шақтарын, Бақаштың аңқылдаған ашық мінезін, қуақы күлдіргі қылықтарын, домбырашылдығы мен әншілігін айтысқан. Бұрынырықта бір-біріне берген арақ ішпейміз, темекі тартпаймыз, ешкімге жамандық жасамаймыз деген уәделерін еске алысып, қайта бекіткен соңында Бақбердіні ұмытпау үшін суретін үлкейтіп, үйге іліп қою керектігіне, марқұмның үйіне барып көмектесіп тұруға келісіп тарқасты. Қалаға келіп жаңа ортаға түскен, жаңа жолдастар тапқан Ақжан білім алуға құмарта кіріскенімен ай өтпей жатып тәтесін бауырларын хат алысып тұрса да, достарын қоңырқай ғана тірлігі бар берекелі ауылын қатты сағынды. Содан каникул бар, мерекелер бар, кемінде 2 айда бір ауылға келіп тұруды әдет қылды. Бұл келген сайын қаланың қоржын қызықтарын ала келсе, ауылдағы батырлар қап-қап, кейде қанар деп жаңалықтарын дайындап отыратын. Олар Ақжанның келер уақытын біліп алып автобусты тосып тұратын. Кейде сыныптың бүкіл балалары, кейде 3 ғана қарсы алатын. Достар қайта 4 болып еді, бастауышта бірге болған, біраз жыл басқа жерлерде оқып, кейін қайта келген, тұйық мінезділеу, қара торы, қайратты, шашын артқа қайырған, қоңқақ мұрындылау Ербол деген жігіт бұлардың ортасына білінбей сіңісіп, бөлінбей сенісіп кеткен. Айтылмаған әңгіме қалмаушы еді, талқыланбаған мәселе болмаушы еді. Махаббат іздеп талпынған көңілдің машақатынан бастап, ағай-апайлардың мінезі, мектеп тынысы, ауыл тірлігі, көрген кино, оқыған кітап, ең аяғы толысып, жұмырланып келе жатқан денедегі өзгеріске деген тізбектелетін. Таң атқанша сөйлесетін, бұларға аналары таңырқап ойпырмай, не деген бітпейтін әңгіме сендердікі, деп бір жағы кінәлай, бір жағы қызыққандай ескерту жасап жататын. Таза көңіл, тасыған қуат, тоғысқан тілек, түйіскен жүрек, оларды сергек сезіммен, сетін емес сеніммен біріктірген болатын. Олар бірін-бірі жай дос деп емес, жан дос десетін. Кірсіз көңіл, есепсіз мейір, көлеңкесіз пейілдің шуағына шомылған олар достық деп аталар ұлы сезімге мас еді. Бір-бірімен қимай қоштасатын. 3 Ақжанды автобусқа мінгізіп жібергеннен кейін ғана мектепке бет алатын. Кейде Ербол мен Біржан келмей қалса да, Бекебас үйінің алыстығына қарамай міндетті түрде жететін. Қоштасып сәт-сапар тілеу үшін. Шіркін-ай, сол сәттердің жылуы-ай, сол кездегі көңіл-ай.
Бекебасым-ай, шынымен соның бәрін ұмытқаның ба? Сенгім келмейді. Ербоштың үйінің жанына келіп қалыппын ғой. Расында Ербоштар қайда жүр? Ятай, әлі іздемеппін ғой оларды. Біржан екеуі білетін болар Бекеннің жайын. Ойбай-ау, неғып ойламағанмын, өзім де бір ойымшыл неме құсаймын ғой. Өзіне өзі кейіген Ақжан досының үйіне бұрылды. Ербол мал қарап тауға кетіпті. Үйдегілер кешке келіп қалар деп отыр екен. Шыға сала Біржанның үйін бетке алған Ақжан жылуы мол, жарығы күшті өткен күндерін қайта ойлап кетті. Бар дүниені өздеріне ортақ көретін, мынау менікі деуге ұялатын олар бірінен бірі ештеңені аямайтын. Әсіресе Бекен мен Ақжанның арасындағы ой мен сезім ұқсастығы ғажап болатын. Екеуінің ойлағаны бір жерден шығып жататын. Бірін-бірі айтпай түсінетін ішкі үндестік өте күшті еді. Ұнатқандары да бірдей. Бір қызға ғашық болса, екеуі бірдей ғашық болып қалып, бір-бірінен ыңғайсызданып, бір-біріне күліп жүретін. Бәрі есінде. Сол жазда Біржанның үйіне Бағдагүл деген бөле қызы қонаққа келіп, бір қызық болған. Жылқы кісінескенше, адам сөйлескенше дегендей, ол қыз Ақжанға бірден ұнады. Дөңгелек жүзді, орта бойлы, ашық мінезді, сымбатына сыры сай қызды Бекен бірінші көрген екен, және ғашық болып та үлгеріпті сабазың. Бұлай шыға сала достарына жүрегінің дірілін, көңілінің қалауын бірден жайып салды. Үшеуі де көмектесуге бірден және бір ауыздан келісті. Құдай оңдап іздегенге сұраған бір сыныптастың туған күні бола қалды да, Біржан жеті жымың етіп бөлесін ертіп, ел мақтаған жігітті қыз жақтағанды жақсы білетін бұлар ыңғайын тауып білдірмей жүріп, қонақ қызға Бекенді мақтауға кірісті. Вальс биі басталғанда Бағдагүлді алдын ала келісім бойынша тек Бекен ғана шақырып, емін-еркін шадыман көңілмен билеп жүрген. Ақыры бір-екі жас үлкен жігіттер шыдай алмады. Іштеріндегі қызыл иттеріне еріп, бөрік ауыстыру ойынын бастап кеп жіберген және дәмесі барлардың бәрі Бағдагүл билеп жүрген жігітке бөрік кигізгіш бола кеткені. Бөкеннің сұрланып, қызарып, бозарып тұрған түріне қарап Ақжан мән-жайды бірден ұққан. Ол Бекенге қарап ақырын көзін қысып қойды да ойынға белсене араласып кетті. Бағдагүлмен билеп жүрген бұған біреу бөрік кигізсе, бұл дереу оны Бекенге кигізеді. Бекен бір секундтай алдамастан бөрікті Бағдагүлдің жұбының басына қонжита салады. Ал егер біреу бөрікті қайта Бекенге кигізсе, ол оны асқан бір жылдамдықпен Ақжанға ұсынады. Ақжан Бағдагүлге беттейді. Сөйтіп ақыры бөрік ауыстырудан шаршаған, әрі бұлардың қызды ешкімге де ұстатпайтынына көзі жеткен дәмелер тобы ұмтылыстарын бас тартып, соңында ойынды да ауыстырып тынды. Ал үшеуі мәз үйге қайтарда әбден күліскен. Бұл күлкі бір-бірлеріне деген разылықтың, жарасқан көңілдің жарқын белгісі еді. Ақжан тап бір аңсағанына өзінің қолы жеткенде ерекше қуанған. Оның бұл пейілін, риясыз көңілін сезген Бекен оны үнсіз ғана құшақтап, екеуі ғана сезіне алар бір дірілді толқынмен алмасқан. Ал Бағдагүл жымиып келіп, Ақжанның қолын қысу арқылы оны өзіне дос етіп еді. Кейін Бағдагүл басқа бір жігіт алып қашып кетіп, ажырап қалғанда да мұңдары ортақ болды. Жастықтың оты, сусаған көңіл қоя ма? Бекен қайта ғашық болғанда Ақжанға бірден хат жазып достық кеңесін сұрады. Сұрайтындай жөні бар еді. Өйткені батырың Бақберді марқұмның қарындасы Шекерге ғашық болып қалыпты. Күрмеуі қиынырақ болғанымен досының талғамына шәк келтірмейтін Ақжан ауылдың, аға тетелердің және ең бастысы әруақтың алдындағы жауапкершілікті ескерткен, бірақ құптаған хат жазды. Өкінішке орай бұл ғашықтықта байсалды махаббат, баянды бақытқа ұласа алмады.
бұйрық болмады. Бекен әскер қатарында жүргенде училище бітірген Шекерді басқа жігіт алып қашып кетті. Ақжан Алматыда оқып жүргенде Бекен, Ербол, Біржан бәрі азаматтық борыштарын өтеу үшін әскерге кетті де арадағы байланыс пен сағыныш үздіксіз ағылған хаттарға жүктелді. Хат дегеніңіз ауызша айтылғанда қиюы қашып кетер көркем ойдың құты мен көркін қайта кіргізетін, жазу мен шешен сөйлеудің мектебі, ыстық ықыластың көрінісі ғой шіркін. Ол адамның уақыт тауып тек сіз үшін өзін орындыққа шегелегенін білу, сіздің көңіліңізді тауып, тамырыңызды дәл басуға тырысқан жүректің толқынысын ақ қағаздың бетіндегі ирек-ирек тірі жазулар арқылы оқу. Сөздер арасындағы айта алмас сырларды сезіну, шын мәнінде жанға шуақ, бойға қуат беретін сезім екенін, әсіресе алтыннан ардақты, күмістен салмақты, аса қымбатты бауырлар деп басталар сәлем хаттарды көп жазысқан бұрынғылар өте жақсы біледі. Міне, сондай ыстық ықыласқа толы конвертіне қол тигенде ақ бойды жылытып қоя беретін хаттар достардың арасында үздіксіз самғады. Бірақ сағынышы сәлем хатпен басыла қоймаған Ақжан шәкіртақысын үнемдеп жүріп, ақыры Бекен тұрып жатқан әскери бөлімге Отар қаласына да барып қайтқан. Ой, ондағы қуанышты айтпаңыз. О, тоба! Бекен шынымен осының бәрін ұмытты ма? Қалайша? Біржан сөзсіз мән-жайды білетін шығар. Тезірек жету керек. Күн түс кезі болатын. Күздің сұрт бұлт қаптаған сұрқай аспаны Ақжанның түріндей түнеріңкі. Жейдешең шыққан ол күннің ызғарынан ба, әлде жанын жайлап бара жатқан суық сезімнен бе қалтырай бастады. Бұлт арасынан анда-санда жылт еткен күн жарықтық ойында жылт еткен үміт сәулесімен қосылып, бойын жылытып өткендей болады. Асыққанда барар жердің ұзап, уақыттың зырылдап кететін әдетінше мына тұрған Біржанның үйінің алыс болып кеткені ай. Есік алдында Біржанның қарындастары жүр екен. Секірткіштерімен секіріп әндерін айтып, сәлематсыздар. Ақжан дауысын көтере амандасты. Сәлеметсіз бе аға, деп олар сызыла қалысты. Үйде кім бар? Біржан бар ма? Ағам тау жақтан жаңа келген, бақ жақта жүр ғой деймін. Үйде мамам бар. Ересектеуі жауап берді. Жарайды, рахмет. Болды, өзім-ақ барам ғой, деген Ақжан тұра жүгірмек болған қыздарды тоқтатып қойып бақшаға беттеді. Досының дауысын естіп қойған сом денелі, бұйра шашты, қой көзді, түрі қара бұжыр болғанымен жүзі өте жылы Біржан күлімдеп, құшағын ашқан күйі беттеп келеді екен. Көңілі босай қалған Ақжанның қабағы өрге серпіліп, бойын басып тұрған жүректен бір сәтке арылғандай қойды да кетті құшаққа. Құшақтасып тұрып, көзіне келіп қалған жасын жасырып, бойын бекітіп те үлгерген Ақжан сауалдарын сапқа тигізді де жіберді. Бүкәйім, қалайсың? Аға тәтелердің денсаулығы жақсы ма? Ауылда не жаңалық? Бекенге не болған? Ақырын, ақай, ақырын, асықпай сұра батырым, деген Біржан баппен жауап берді. Бәрі жақсы, Құдайға шүкір. Ауыл аймақ аман. Мұздап тұрсың ба? Дауысың да дірілдейді. Бекенге не бопты? Не, сен де білмейсің бе? Нені? Естідім кешегі шатағын. Суап қыпты ана бір екеуін. Өздеріне де сол керек. Ол жарасқа неге жармасқанын білмеймін. Жоқ, мен оны айтып тұрған жоқпын. Төбелестерінің жолы болсын. Не үшін ішіп алған? Кім біледі? Ой, Бүкәй, кім біледің несің? Бір ауылда жүріп, бір-бірінің жай-күйлеріңді білмесеңдер, несіне дос болып жүрсіңдер, а? Шынымен білмейсің бе? Ақай, сен ренжіме, мақұл ма? Неменеге? Жоқ, сен алдымен ренжімеймін деп айт. Ой, Бүкәй, не болғанын айтшы тезірек. Не болғаны бәріңе? Жоқ, сен ренжімеймін деп айт. Ал жарайды, ренжімеймін. Тезші енді.
Ақай былай ғой, общем біз ішіп қойып жүрміз. Біздің кім, не үшін? Біз сол, Бекен, Ербош, мен, бәріміз. Балаларды білесің, бұрыннан ішеді, біз де көрейік дедік. Иә, не көрдіңдер, керемет пе екен? Бақытты боп кеттіңдер ме? Ой, Ақай, енді бізде ел қатарлы. Біржан, тоқтай тұр, уәде қайда? Ақай, жаңа ренжімеймін деп едің ғой, тұра тұршы, мен саған түсіндірейін. Мақұл, иә. Ол былай, Ербоштың әлгі қызы үйленіп кеткен кезде отпускі алып келіп концерт қойғанын білесің. Ол содан бері ақырын ішіп жүріпті. Мен де сол армияда жүргенде ауыздықтанғанмын. Просто саған білдірмей көрсетпей жүргенмін. Ал Бекебас осы жақында бастады. Сенің ренжитініңді білгенбіз, жасырып жүредік. Бірақ әйтеуір бір білесің ғой ақыры деп бәрін ашып айтып отырмын саған. Ауруын жасырғанмен өлім әшкере деуші ме еді? Ой, бәрекелді, жігіт екенсіңдер. Бірақ уәде қайда? Еменнің иілгені сынғаны, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені, уәде Құдай аты. Ал ой, Ақай-ай, өштейсің ғой енді. Уәде ол уәде ғой, бірақ өмірдің де өз заңдылығы бар ғой. Оның үстіне ол уәдені бала кезімізде, көп еш нәрсені түсінбей жүрген кезімізде айтқанбыз. Ал қазір? Иә, ал қазір не, қандай заңдылықты аштыңдар? Қазір жігіт болдық, ел-жұртпен араласу керек. Оның үстіне кейін не болатынын кім біледі? Өмірдің бар қызық шыжығын көру керек, пока тірі кезіңде. Оның үстіне жас кезіңде ойна да күл демей ме? Мақұл, дұрыс дейік. Сонда не көрдіңдер? Жоқ, ішпесе ел-жұртпен араласуға болмай ма екен? Ой, Ақай, өзің ойлашы, отырыстарға барсаң бәрі ішіп, ойнап, күліп отырады. Тіпті қыздарға дейін тартынбайды. Іштерінде ішпей отырсаң бар ғой, біртүрлі жалғызсырап, бөтенсіп отырасың. Ішсең нормально. Әңгімең де жарасады, сразу настроениең де көтеріледі. Настроениені басқаша көтеруге болмай ма? Ақай, тұра тұр, мен бітіріп алайын. Жарайды, ренжіме, иә? Ал енді адамдармен араласуға келсек, ол былай. Өзің білесің, армияны бітіріп, үйдің ауыртпалығын алып дегендей жігіт боп қалдық бәріміз. Ал бір шаруаңды бітірейін десең, ақаңсыз бітпейді. Ойла, отын су әкелу керек, жер жырту керек дегендей. Жұмыстар шыққанда техника болмаса іс бітпейді. Ал ол кісілерге ақаңды құймасаң болмайды. Бензиннің соляркасын құясың техникасына, ал өздеріне ақанды құймасаң бітті, ренжіп кетеді. Сонан кейін ол кісіге екінші рет барып көр. Ақанның орнынан ақша берсең бар ғой, сен немене мені ақша үшін көмектесті деп отырсың ба, деп шатақ шығарсын. Қайсысы бірі әуелі, әй, бір бөтелке арағыңды аяп отырсың ба, деп дүрсе қоя бергенде өзің ағзытасың точкаларға. Ал шөп шабу, қой қырқу секілді көпшілікпен жабылып істейтін шаруалардан кейін дастарханда ақаң тұрмаса, тілдерімен шағып авторитетіңді айрандай етеді. Туған күн, той-томалақта ғой, жозының үсті неше түрлі дәммен қайысып тұрса да, арақ қоймаса тіпті ұят болады. Неге дерің бар ма? Онсыз дастарханның сәні келмейді ғой. Ойла, сен қонаққа барғаныңда ол жақсылап тұрып күтеді. Енді ол келгенде сен жақсылап тұрып күтпесең ұят болады. Сонда жақсылап күту деген арақты көп қою ма? Енді солай десе де болады. Кімнің тойында арақ шарап түр-түрімен және көп қойылады? Сол той күшті өткен той болып есептеледі көп кісілердің ойынша. Ақай бар ғой, кейін қалай боларын білмеймін, ал қазір ақаңсыз болмай тұр. Жарайды, болмаса болмасын. Менің түсінбейтінім, неге сен немесе мен ішпесең болмайды? Ол былай, Ақай, сен ішпесең, олар да ішпей қояды. Бұны бірде. Екіншіден сөзге қаласың. Жігітсің ба, жоқ қатынсың ба, аурусың ба деген сияқты. Үшіншіден, үлкендер өздері рұқсат берген. Солдаттан келдіңдер, жігіт болдыңдар, енді ішсеңдер айыбы жоқ деп. Ал төртіншіден, бағана айттым, өзінің де көргің келгені. Оның үстіне действительно ақан адамның көңілін көтеріп, әңгімелесуге, түсінуге көмектеседі. Жалғасы келесі бөлімде.